Өтірікке намаз оқып кешірім сұрасаң, жойыла. Бір шарты бар. Өтірік айтқанның тәубесі қалай дейсің, о жойылуы. Екінші, ешқашан өтірік айтпа. Бір пайғамбарларға тарихта, ұмытып отырмын, қай пайғамбарға қиссада келеді. Бір пайғамбарға біреу келіп айтады, менің мынандай күнәм бар, білмеймін, адам өлтіре ма, бір айтады, ұрлық істей ма, бір сондай күнә, ұрлық істейді, өтірік айтамын, сосын тағы бір күнәсін айтады, осыны істеймін дейді. Мен біреуін-ақ қоямын дейді, арақ ішеді ғой деймін. Арақ ішем, өтірік айтам, содан кейін ұрлық жасаймын. Осы үшеуін қоймаймын, бірақ біреуін-ақ қоямын дейді. Қайсысын қояйын дейді. Сол кезде жаңа пайғамбар айтады, өтірікті қой депті. Өтірікті айтпасаң болды. Өтірік айтпа дейді. Өтірік айтпа, ұрлық қыла берейін бе дейді. Көрерсің, бірақ өтірік айтпа дейді. Сонымен кешке ұрлыққа шығып баратса, көршісі білмейді ғой ұрлық екенін. Қайда баратсың десе, өтірік айту керек. Сонымен жай ашын жүріп келем деп жүріп келіп қойыпты. Арақ іше деген ішімге көрсетпей ішетін көрінеді, тығылып. Содан жаңағы, ішесің бе десе, жоқ ішпеймін, ішімді деп айтамайды. Сонымен айтыр не керек, өтірікті қойған үшін бәрін қойған екен. Сондықтан өтіріктің кешірілуі тәубесімен бірге сен ешқашан өтірік айтпа. Өзіңді сонда енді ес біліп айтпа. Енді байқаусызда аузың, тілің, бірақ өтірікке малынып алған адам сондай халге жетеді. Аятул мунафиқи талатан, мұнафық адамның үш белгісі болды. Соның біреуі кәззаб, сөйлесе өтірік сөйлейді. Осы кәззаб деген сөздің сондай хадистер сондай қылып түсіндіреді. Адам өз айтқан өтірігінен өз ләззат алатын болады. Мысалы, біреуді алдағаннан сондай ләззат алатын болады. Сондықтан бұл өте жаман нәрсе.